Күлпаш, 1 бөлім. Күлпаштың көңілсіздікке түсіп жүрген күндерінің бірі еді. Үстінде өрім-өрім болған соң, әр жерінен бір түйіп қойған ескі көйлек. Оның сыртында тозығы жетіп тулаққа айналған қысқа ескі тон. Басында селдіреген көне Бөкебайдың жұрнағы. Бет-аузы көнектей ісік. Тоңы бүрісіп, үйдің бұрышындағы пешке арқасын сүйеп, мұңайып, терең ойға шомған адамша Күлпаш отыр. Жыртық күпіге оранып, бүк түсіп баласы Қали жатыр. Үй суық. Жамаулы терезенің жыртығынан кірген ызғырық шекеден шыққандай. Үйдің ішін жылытуға пешке жағатын отын да жоқ. Отын табылар жерде жоқ. Қара судан басқа дән татпағанына бүгін 3-ші күн. 6 айғы қыс тартқаны, аштықтың зардабы. Бар сенетіні байы мақтым. Ел қыдырып, тілек тілеп ерте кетіп кеш келеді. Бірақ оның да табары жоқ. Әйтсе де мақтым кеткенде сол бірдеме әкелетіндей көріп, өзін өзі алдастырумен ұзақ күнді кеш қылады. Бұл Күлпаштың бүгінгі әдеті емес, көптен бергі әдеті. Жағын су алдырып, жүзін сарғайтып, адам қарағысыз қылып барып, ақырында ісікке айналдырған осы әдет, осы шыдамдылық. Күлпаш осы кезге дейін өзінен бетер баласын аяумен келді. Ауыл-аймақ көші-қолаңдарынан сұрастырып алған сорпа суын баласына беретін болды. Соңғы кезде оның өзі де болмай кетті. Бұл ауылда отырғандардың бірсыпырасы өлмелі кедей. Бәрі де шықпа жаным шықпа деп отырған секілді. Бұрынғыдай ауысып тамақ беру абысын ажын арасынан кеміп кетті. Шағын тамақтың үстіне біреу келе қалса, кірпіш шешендей жиырылатын шығарды. Мұны әсіресе Күлпаш сезеді. Бұрын соңды аш болсын, тоқ болсын, тамақ үшін біреуге телміруді ар көретін Күлпашқа бұл оңай болсын ба? Көрші үйлерге қатынауды сиретіп еді. Міне, бүгін ақтық азық таба алмағандарына 3-ші күн. Іші қабысып, жүрегі қарайып, көзі бұлдырап, өлім сағатын күткендей ыпыны кетіп отыр. Әлі есі дерті баласында. Ойлап, отырып, қабағын шытып, кейістік тартқан кісі тәрізді баласына қарап, Құдай-ай, не қылмысымыздан бұл күйге түстік екен деп жылап жіберді. Бүртік ыстық жас үстіндегі жарғақ тонның омырауынан сырғанай бастады. Аштықтан басқа Күлпаштың мазасын алып жүрген тағы бір ой бар еді. Ол ойдың Күлпашты қинайтынына бүгін 2-ші күн. Қыстың бас жағында жұртпен қатар соятын малы болмай, жалғыз атты ұрып алып, мақтым жаяу тілек тілеуге айналған соң, Күлпаштың бірге туған сіңлісі Раушан келіп Күлпашты азғырған. Осы жанмен біраз күн өмір өткіздің ғой. Ендігі қалған өміріңді қорлыққа салма. Жыл болса ауыр. Осы бастан азбас, тозбас қамыңды ойла деген. Күлпаштың көңілін аудару үшін Раушанның ұсынатын адамы Жұмағазы. 40-50 қарасы бар. Бір ауылдың байы. Бұрынғы қатынынан бала қалған жоқ. Жасы биыл тап 40-та. Оған тисең, өзің бей, өзің хан боласың, деді Раушан. Қыстың бас кезінде ептеп күнделік тамақ тауып ашыға қоймағандықтан байыңды тастап байға тигедей дегенде
Күлпаштың жүрегі тас төбесіне шығып кетті. «Қарағым Раушанжан-ау, аузың барып, неғып айтып отырсың сен?» деді. Арадан 2-3 ай өткен соң аштық шеңгелін қаттырақ салды. Тұрмыс түрі қиындыққа айналған соң, әсіресе баласының тамақ сұрап жылағанына жаны төзбеген соң, кейбір кейістік тартқан уақыттарда Күлпаштың ойына Раушанның сөзі түсетін болды. Бірақ ол сөздің өзіне пайдалы я зиянды екенін бұл уақытқа шейін айырып білген емес. Өйткенмен соны ойлайды. Неге ойлайтынын өзі де білмейді. Әрі-сәрі болып жүргенде сіңлісі Раушан тағы келді. Күлпашты көріп, аяп, жылап жіберді. «Ендігі өлесің ғой, жазған. Мен биыл не айтып едім саған?» деп тағы да Раушан сөзін айта бастады. Күлпаш үндемей ойға шомды. Жүрегінде таласып тұрған екі ой бар. Жұмағазыға тисем, тамағым тоқ, көйлегім көк болар. Қалижанды да ашықтырмауға болар еді, деп ойлайды. Жастан қосылған қосағым еді. Оны жылатып тастағанда не оңам деп те ойлайды. Екі ойдың бірі жеңіп шыға алмай, өзі қатып отырған Күлпаштың басын одан жаман қатырады. Күлпаштың қажығанын нақ бұрынғыдай қарсыласпай кететінін сезіп Раушан сөзді кесіп айта бастады. «Мына күйіңмен ұзаққа бармай өлесің. Сені өлімнен құтқаратын бізде де әл жоқ. Өзімізде сол Жұмағазыдан күн көріп отырмыз. Енді сөзді қойып соған ти» деді. Күлпаш күрсінді. «Қалижанды қайтем?» деді ол. «Ойбай апа, баланың басы құрысын. Әуелі өз қамыңды же, артынан балаңды алдырып аларсың» деді. Байын ауызға алмай, баласын ғана айтқанын Күлпаштың әбден әлсіреп, ескі қайрат шыдамдылықтан айырылғандығын білдірді. Жұмағазының нұсқауымен келген Раушан апасының жайын сезген соң істі бір жолата бітірудің қамына кірісті. Күлпашты қызықтыра сөйледі. Не бар тамақ, соның бәрі сол байдың үйінде. Бұзылмаған қазы, біреулі ет, шұжықтың саны жоқ. Әлі күнге дейін дастарқаннан нан үзілген емес. Сені алып беремін деп біздің үйдегі күйеуің сөз қылғанда, одан артық қатынды іздесем де таба алмаймын ғой деп қутың етеді. Бұзылмаған қазы, біреулі етті естігенде Күлпаштың аузынан суы ағып, ынтығуға айналды. Бүрліктірген аштық тамақты естіген соң Күлпаштың еркін алып, жеңгендей жүрегі дірілдеп, көзі қарауытып тием деген сөз еріксіз аузынан атылып шыға жаздап отыр. «Әй қарағым-ай!» деп өксіп жылап жіберді. «Қарағым-ай, өздерің білші, мен естен танған кісі ғой» деді. Жамаулы күпіге оранып, бүрісіп жатқан Қали жыбырлап, «Анашым» деді. «Ау қарағым» деді Күлпаш. «Әкем келді ме?» деді. «Қарағым-ау, әкеңнің қарасы батсын» деді Күлпаш. Жалғасы келесі бөлімде. Каналым ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.